Ассаламу алейкум достар, сіздермен бұл Chicago Play. Бүгін видеода мен Free Fire қатса не істеу керек екен видео түсіремін. Бұл видеода мен қазір көрсетемін қалай ету керек, қалай кіру керек, қалай скачать ету керек екен. Алып кеттік. Бұл видео голоспен түсіріп отырмын, өйткені мен бағана ту рекордерде голосты алып тастаған болатын. Ал енді кеттік. Біріншіден біз осы приложениені басыламыз. Аты Flash Code Free Fire, короче, Best Game Top 4. Міне сіздер кірген кезде осындай сіздерде осындай не шығады, 3 галочка қосылып тұрады. Сол 3 галочканы өшіріп тастап, астында сары жазу тұрады, соны басып аласыздар. И бұл соны басқан соң кәдімгідей Free Fire сізді кіргізеді. Күтеміз. Кәдімгідей просто Free Fire кірген сияқты кіргізеді. Сіз түкістемейсіз, өзі кіргізеді. Күтеміз. Короче, кірген соң бізден андай нелер шығады. Осыналар, осы болады бізде. Осы коллекцияның загрузкасы бәрі 0-дан басады, бірақ загруз етесіздер. Сосын настройкаңыздың бәрі жоғалады. Настройкаңыз түсіп кетеді, ол настройканы өзіңіз қойып аласыздар. И болды, өзіңіз қолыңыз салсарда кәдімгідей Free Fire қатпайтын болады. Мен өзім тексердім, қатпайды, бәрі күшті. Өзім осымен көп ойнаймын. Бұның жақсы зонаға қанша метр қалғанын көрсетіп тұрады. И болды, сіздермен болған Chicago Play. Кездескенше сау.